Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін пачуба салаттың рецептімен бөлісемін. Өте керемет дәмді салаттардың бірі, дастарханның көркін ашатын салат. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап қойыңыздар. Алдымен көкөністеріміздің барлығын ашып дайындап алып, әрқайсысын жеке өткізгіштен өткізіп аламыз. Мен қазір бірінші сәбізімді өткіземін. Майда көзінен өткізсеңіздер, өте нәзік болып шығады салатымыз. Сәбізімізді өткізіп болдық, енді картопымызды өткіземіз. Картопымыз да дайын болды. Енді қызылшамызды өткіземіз. Қызылшамыз да дайын болды. Ендігіде балығымызды, селедкамызды турап, майдалап, дайындап аламыз. Алдын ала жуып, қылтанақтарын алып, тазалап қойдым. Енді майдалап, турап, дайындаймыз. Шұңқырлау ыдысымызға салып қоямыз. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып, қолдап қойыңыздар. Каналдың дамуына көмектесіңіздер, үлестеріңізді қосып. Осымен турап дайындап болдық. Енді дәміне қарай қара бұрыш себеміз. Қара бұрышымызды кішкене сеуіп, үстіне сұйық майымыздан үлкен ас қасықтан 2 ас қасық қосып, араластырып, шетке қойып қоямыз. Дәмі бойына сіңіп, әбет болып, жақсы болып тұрады. Салаттың дәміне өте дәмді, керемет дәм береді. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Алдымен картоптарымызды салып, вилканың көмегімен осылай жайып, жақсылап реттеп аламыз. Жайып болған соң, шым-шым тұз себеміз дәміне қарай. Одан соң майонезімізді осылай жақсылап ағызып, жағып шығамыз. Үстіне енді дайын болған балығымызды, селедкамызды салып, жайып шығамыз. Балығымызды салып, вилканың көмегімен тағы да жақсылап кішкене реттеп жібереміз де, үстіне майонезімізді ағызып, содан соң сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді салып, вилканың көмегімен реттеп аламыз да, үстіне шым-шым тұзымызды салып, тағы да майонезімізді жағып аламыз. Майонезімізді жағып болдық. Енді үстіне қызылшаны салатын боламыз. Қызылшамызды салып, бар жағына жайып, вилканың көмегімен реттеп, жан-жағын реттеп, сосын формасын шығаратын боламыз. Жинақтап, жан-жақтарын барлығын вилканың көмегімен әдемілеп шығамыз. Енді қасықтың көмегімен тағы кішкене үстіңгі жақтарын реттеп, бір келкі ғып, жөндеп, жақсылап, әдемілеп аламыз да, майонезімізді жағып, қайтадан қасықтың көмегімен үстіңгі жақтағы майонездердің бәрін жағып, әдемілеп аламыз. Майонезімізді жағып болдық. Енді жұмыртқаның ағын мен сарысын бөліп алып, алдымен жұмыртқаның ағын өткізгіштен өтіп, бетіне сеуіп аламыз.
осымен ағымыз дайын болды. Вилканың көмегімен кішкене реттеп жібереміз. Енді жұмыртқаның сарысын үстіне өткізгіштен өткізіп аламыз. Вилканың көмегімен қайтадан реттеп кішкене әдемілеп жібереміз. Осымен пачуба салатымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Сондай нәзік, дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар.